Ассалаумағалейкум. Бүгін біз Каспий Голдтан, Каспий Голд картасынан Каспий Голдқа ақша аудару. Бұнда телефонымызда міндетті түрде Каспий KZ қосымшасы болу керек. IPP. IPP мындай болады. Мына қызыл сызықпен сызған. Осыған кіреміз. Кіргеннен кейін перевод деген бар мына жерде. Аударым деген сөз бұл. Мен орысша жақсы оқи алмаймын. Бұған қазақ тілін қосуды айтқанбыз біз, бірақ қазақ тілін қоспай жатыр. Переводтың ішіне кіреміз да, клиенту Каспий дегенді басамыз. На карта Каспий Голд деп тұр. Осыны басамыз. Бұл араға қарсы жақтың өзіміз ақша аудармақшы болған адамның Каспий Голд карта нөмірін кіргіземіз. Мына жерге 1000 теңге аударайын. Бұл жерде сообщение получиту дей ма, бірдеңе дейді. Ол жерге өзіңіздің қаршақ айтпақшы болған сөзіңізді жазып салуға болады. Карта нөмір дұрыс емес дейді. Карта нөмір дұрыс жазбадым. Қарап көрейін. Мына нөмір, міне Каспий Голд. Мына дұрыс. Қанша орыннан тұрады екен, санап көрейік. 4-еу, 8, 12, 13, 14, 15, 16 нөмірден тұрады екен. Міне аударатын сомалардың бәрі шықты. Комиссия жоқ. Мына көкті басамыз. Аударған кезде ең астында көкті басамыз. Мына жердегі көкті басамыз. Біздің телефонға SMS келеді. SMS келді міне 91-47. 91-47. Міне аударым сәтті болды. Жұлдызша етіп белгілеп қоюға да болады. Өзіміз жасылды бассақ көрсетеді. Енді қарсы жаққа біздің аударғанымызды растау үшін мына жерде чекті шығаруға болады. Осы жерде история деген бар. Перевод деген история. Историяның ішінде міне дәл қазіргі аударған міне. Топқа шығармай ақ қойыңыз деп жазған жаңағым міне шықты міне. Тура осылай шығады міне чек. Бұны қағаз күйінде шығарып алуға болады. Бұны басқа адамдарға жіберіп беруге болады. Бұны телефон бетке тартып арқылы жіберіп беруге болады. Болмаса WhatsApp арқылы біреуге жібере салуға болады. Бұл қағазды федия форматында береді бізге. Бұны принтерлерден біз шығарып алуға болады. WhatsApp'та жолдай салайық. Мысалға міне өзіміздің төлегенімізді растау үшін міне осылай чекті жіберіп беруге болады қарсы жақтарға. Ешқандай қиыншылығы жоқ. Осылай аударуға болады. Видеоны қайта-қайта көріңіздер, оп-оңай үйреніп аласыздар. Сау болыңыздар. Сіздермен болған Талғам Сізде каналы. Біздің каналға жазылыңыздар. Әрдайым сіздер үшін цифрлық сауаттарыңызды жоғарылату үшін және рухани құндылықтарыңызды жоғарылату үшін біз тынбай жұмыс жасаймыз. Бізге жазылыңыздар.